Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай бүгінгі видеода 6 сынып математика пәнінің 1-8 масштаб тақырыбының 176-дан 179-ға дейінгі есептерінің шығарылуын қарастыратын боламыз. 176 есеп 1-11 суретте бақшалық жердің планы 1-дің 1200-ге қатынасындай масштабпен берілген. Планның өлшемдерін өлшеп, бақшалық жердің жер бетіндегі ауданын табыңдар дейді. Суретіміз осындай. Дәптердегі суретті өлшейміз және өлшемдерін жазып аламыз. Мына ара қашықтық А деп белгілейік, ол 5 см. Ал мына қабырғамыз Б деп қояйық, ол 3 см. Ал мына қабырғаны С мен белгілейік, оны өлшесек 2 см болады. Енді мына тұрған пішінді бізге ауданын тапты тұр. Ауданын табу үшін екі төртбұрышқа бөліп алайық. Мына ара қашықтығымыз 2 см және мына ара қашықтық ол 3 см. Кітаптан өлшесеңдер осылай шығады. Енді мына тұрған төртбұрыштың ауданын S1 деп алайық, ал мына екінші төртбұрыштың ауданын S2 деп алайық. Енді бізге картадағы өлшем берілген. Мына 5 см, 3 см дегендеріміз. Енді бізге жер бетіндегі өлшемнің ауданын табу керек. Олай болса, біз бірінші жер бетіндегі осы қабырғалардың ұзындықтарын табамыз. Масштаб 1-дің 1200-ге қатынасы, ол тең. Бөлшектің алымында бізде картадағы өлшем жазылатын еді, ол бізде 5 см. Қазір біз А қабырғасының жердегі ұзындығын табамыз. Және бөліміне А деп қояйын. Осы Аны табатын болсақ, ол 5 см-ді көбейтеміз 1200-ге. Көбейтетін болсақ, 6000 см болады. Және оны метрге айналдыратын болсақ, 1 метрде 100 см бар, сондықтан мына 2 нөлді алып тастасақ, метр шығады. Бізде сонда 60 метр болады. Дәл сол сияқты екінші Б қабырғасын тауып алайық. Масштабымыз 1-дің 1200-ге қатынасы, ол тең. Алымына картадағы өлшемді аламыз, ол 3 см. Бөлімі бізде жердегі өлшемі, ол белгісіз, Б деп қояйық. Осыдан Б-ны табатын болсақ, 3 см-ді көбейтеміз 1200-ге. 3600 см болады екен. Енді бұны да метрге айналдырамыз, яғни 2 нөлін алып тастасақ, 36 метр шығады екен. Үшіншісі, С қабырғасын өлшейік. Масштаб 1-дің 1200-ге қатынасы тең. Картадағы өлшемі 2 см бөлінген С деп қояйық. С бізде жердегі өлшемі болады. С тең 2 см-ді көбейтеміз 1200-ге. 2400 см болады. Енді оны метрге айналдыру үшін 2 орынды алып тастасақ, 24 метр болады екен. Енді мына бірінші тұрған S1 ауданды табайық. S1 ол тең А және Б қабырғаларының көбейтіндісіне тең. Өйткені міне бір қабырғасы А, екінші қабырғасы Б. А қабырғасы жердегі өлшемі 60 метр болды. 60 метрді көбейтеміз Б қабырғасы 36 метр болды. 36 метрге. Екеуін көбейтетін болсақ, 2160 метр квадрат шығады екен. Енді екінші ауданды есептейік. Бұл жерде міне қарайық. Мынау бізде С қабырғасы, ал мына жер бізде 3 дедік. Мына Б да бізде 3, олай болса, мынаны Б деп алсақ болады. Онда Б және С қабырғаларының көбейтіндісі арқылы аудан табылады. Б қабырғасы ол бізде 36 метр, көбейтеміз С қабырғасы 24 метрге. Екеуін көбейтетін болсақ, 864 метр квадрат болады екен. Енді жалпы мына бақшалық жердің толық ауданын табу үшін S деп қояйын. S1-ге S2-ні, яғни бірінші ауданға екінші ауданды қосуымыз керек. 2160 метр квадратқа қосамыз 864 метр квадратты. Екеуін қосатын болсақ, есептің жауабы 3024 метр квадрат шығады екен.
Келесі 177 есеп. Тік төртбұрышты алаңның ауданы 73.500 метр квадрат. Осы алаңды масштабы 1/7000-ға қатынасындай сызбада кескіндегенде ұзындығы 5 сантиметр тік төртбұрыш шықты. Алаңның жер бетіндегі ені неше метр дейді. Олай болса, мына берілген 5 сантиметрдің жердегі өлшемін тауып аламыз. Масштаб белгілі. Олай болса, 1/7000-ға қатынасы ол тең. Картадағы өлшемі 5 сантиметр жазып қоямыз. Және бұл А қабырғасы болсын. Енді осы Аны табатын болсақ, 5 сантиметрді көбейтеміз 7000-ға. 35000 сантиметр шығады. Енді бұл жер бетіндегі өлшем болғандықтан, оны біз метрге айналдырамыз. Ол үшін 2 орын жылжытамыз солға қарай. Сонда 350 метр болады екен. Енді бізге тік төртбұрыштың ауданы берілген. Ол 2 қабырғаның көбейтіндісі арқылы табылады. Енді осы жерден бізге Б-ны тауып алу керек болатын болса, біз ауданды А қабырғасына бөлуіміз керек. Ендеше орнына қояйық. Аудан бізде 73500 метр квадрат. Осыны бөлеміз А қабырғасына. А қабырғасы 350 метр болды. Мына нөлдерін былайынан қысқартып тастайық, бөлу оңай болу үшін. Енді 7350-ді 35-ке бөлсек, 210 метр шығады екен. Балалар, видео ұнап жатса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны бассаңыз, жаңадан шыққан видеоларды алғашқы болып көресіз. Және осы видеоны достарыңызға да жібере отырыңыз. Келесі 178 есеп. Масштабы 1/6 миллионға қатынасындай картада темір жолдың ұзындығы 18 сантиметр. Пойыз темір жолдың осы бөлігін 75 км сағат орташа жылдамдықпен неше сағат жүреді дейді. Яғни бізге жердің нақты өлшемі берілмеген. Оны біз масштаб және картадағы өлшем арқылы тауып аламыз. Ендеше 1/6 миллионға қатынасы ол тең. Картадағы өлшем 18 сантиметр, ал жердегі өлшем белгісіз X деп қояйық. Осы жерден X табатын болсақ, 18 сантиметрді көбейтеміз 6 миллионға. 6 0 болу керек. 18-ді 6-ға көбейтейік, 108 болады. Және оның артына 6 0-ді тіркейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, осынша сантиметр болады. Енді жер бетіндегі өлшем сантиметрмен өлшенбейді, километрмен өлшейміз. Яғни мына жерде сантиметрді километрге аударамыз. Олай болса, бірінші метрге ауыстыру үшін 2 санды орнына жылжытамыз. Енді бұл жерде бізде метр шықты, ал километрге шығару үшін тағы да 3 орынға жылжытуымыз керек. Яғни міне бізде 1080 километр болды. Енді бұл бізде арақашықтық. Арақашықтық белгілі, жылдамдық белгілі, қанша уақытта жүргенін табамыз. Ол үшін арақашықтықтың формуласын есімізге түсірейік. Арақашықтық жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі арқылы табылады. Енді осы жерден уақытты табатын болсақ, Т тең арақашықтықты жылдамдыққа бөлгенге тең. Енді орындарына қояйық. Бізде арақашықтық 1080 км болды. Ал жылдамдық 75 км сағат. Бөлеміз 75-ке деген сөз. 1080-ді 75-ке бөлсек, 14,4 сағат шығады екен. Келесі 179 есеп. Ақтөбе және Орал қалаларының, картада міне көрсетілген, міне Орал қаласы, міне Ақтөбе қаласы. Осы екеуінің арақашықтығы туралы болады есеп. Осы қалалардың бірінші картадағы арақашықтығы 3,16 сантиметр, ал екінші картадағы арақашықтығы 5,4 сантиметр. Егер бірінші картаның масштабы 1/12 миллионға қатынасындай болса, екінші картаның масштабы қандай? Бірінші масштаб белгілі, сондықтан 1/12 миллионға қатынасы ол тең. Масштабты табу үшін біз картадағы арақашықтықты, яғни 3,16 сантиметрді бөлеміз
нақты жердегі өлшеміне ол бізде әзірше белгісіз, сондықтан x деп қоямыз. Енді осы x табатын болсақ, 3,6 сантиметрді көбейтеміз 12 миллионға. 12 миллионның мына бір нөлін мына жаққа бердік деп ойлайтын болсақ, 3,6-ны 10-ға көбейткен кезде 36 болып кетеді. Есесіне мынаның бір нөлін сызып тастаймыз. Сонда біз 36 мен 12-ні көбейтуіміз керек. 36 мен 12-ні көбейтсек 432 болады. Және мына жерде бізде 5 нөл қалады. Өйткені бір нөлі мына жаққа көбейтіліп кетті. 1, 2, 3, 4, 5 және бұл бізде сантиметр. Енді оның біз жердегі өлшемін табуымыз керек. Жердегі өлшемі километрмен өлшенеді. Яғни сантиметрді қазір километрге ауыстырамыз. Бірінші сантиметрді метрге айналдырып алайық. Ол үшін 2 санды жылжытып тастаймыз. Енді осы метрді километрге аудару үшін тағы да 3 орын жылжытамыз. Сонда жердегі ара қашықтығы 432 километр болады екен. Енді осы 432 километр екінші картада 5,4 сантиметр болып тұр екен. Олай болса, осы екінші картаның масштабын табуымыз керек. Масштабты табу үшін қайтадан картадағы 5,4 сантиметр деген өлшемді бөлеміз жердегі өлшемге, ол 432 километр. Және осы 432 километр дегенді бірден мынандай сантиметр қылып жазамын. Яғни артына 5 нөл тіркеуім керек. 1, 2, 3, 4, 5 сантиметр болады. Енді қысқарту амалдарын жүргізейік. Сантиметр мен сантиметрді қысқарып тастаймыз. Мына жерде 5,4-ті бүтін сан қылу үшін оны 10-ға көбейтеміз, яғни 54 болады. Ал алымын 10-ға көбейтсек, бөлімін де 10-ға көбейтуіміз керек. Бөлімін 10-ға көбейтетін болсақ, 432 болады да, енді мына жерге тағы да бір нөл тіркеледі, сонда барлығы 6 нөл болады. 432 миллион деген сөз. Енді мына жерде мына нөлдерге мән бермей тұрып, 432 мен 54-ті қысқартсақ болады. Екеуі де 54-ке бөлінеді. 54-ті 54-ке бөлсек 1, 432-ні 54-ке бөлсек 8. Сонда 1 бөлу 8 миллион болды. Немесе есептің жауабы масштаб түрінде жазатын болсақ, 1-дің 8 миллионға қатынасындай болады екен. Осымен балалар, бүгінгі есебіміз аяқталды. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі сабаққа дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Айнұр апай, оңай математика каналы.